Жайнагүл Төленнің анасымен жақын дос, сырлас еді. Дәл сол жанның анасы екенін білмей араласып жүрген. Апай мұңды көзбен ойлана шаштаразға келген күні. Бірнеше қыз жұмыстарын жасап жатып, 70-ке таяп қалған апайға аса қатты көңіл бөлмегенде болатын. Кім келді екен? Деп, түпкі бөлмеден шыққан Жайнагүл күле амандасып, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз деп құрмет көрсетіп. Шашыңызды сәндеуге келдіңіз бе? Мен қызмет жасасам қарсы болмайсыз ба деді. Апай күлімдеп қарап, сәлемет бе айналайын? Дәл сізді іздеп келіп едім. Жайнагүл қызым боласыз ба? Деді күлімдеген көзімен мейірлене қарап. Мен Жайнагүл боламын, деп қолын созып бір жағынан танысу, екінші жағынан амандасу ишарасын білдірді. Роза Алтайқызы боламын. Сізге Гүлбаршын Қасенқызы жіберді, деді нақтылап айтты. Өте жақсы Роза Алтайқызы, қуаныштымын. Төрлетіңіз деп, өз айналасының алдына жайғастырды. Жайнагүл аздап қорқып та тұр. Роза Алтайқызы өте салмақты әрі таза алматылық, өте ұқыпты жан екені көрініп тұрды. Бекер адам емес екені де байқалады. Өзіне жарасатын артық ештеңесі жоқ. Қойып қойған қымбат киім киген. 70-ке таяп қалса да денесін тік ұстап, еркін отыр. Қандай үлгіде шашыңызды кестірейін деп едіңіз? Қатты өзгерістің қажеті жоқ, тек ұштарын алып берсең болды қызым, деді күлімдеген көзімен мейірлене қарап. Қызым деген сөзді Алматыда есту мүмкін емес еді. Мына кісі бірнеше рет қайталап айтты. Жайнагүлдің жүрегі бүлк ете қалды. Қызым дегені сондай жылы естілді. Дәл осылай Роза Алтайқызымен танысып, бірден бауыр басқан болатын. Бұл кісіні Гүлбаршын Қасенқызы жібергенін естісе де, кімнің анасы болуы мүмкін деп ойланбаған. Себебі Гүлбаршын таныстарын жиі жіберіп тұратын. Жылдар жылжып өте берді. Роза мен Жайнагүл тым жақын болып кеткен болатын. Кеңсай мұсылмандар моласы ең тыныш жер. Ол жерде небір атақты әулие данышпан адамдар жатыр. Өмірді бағалай білген, өмірге ғашық болған жандар жатыр. Ел басқарған көсемде ел қорғаған батырлар да бар. Әнмен атағы жер жарған композитор, ақындар да бар. Бұлбұлша сайраған әншілер, мың бұралған бишілер, мықты ғалымдар, есімі әлемге жайылған небір атақтылар да жатыр. Бұл жерді араласаң талай танымал кісілерді кездестіресің. Тып-тыныш, тап-таза, салқын жел есіп тұрады. Бұл жерге Жайнагүл жылына бір рет келетін ана мейірімін көрсете білген Роза Алтайқызы жатыр. Жайнагүл мазарға орталық қақпадан бөлек шеткерілеу қақпадан кіріп, мүрде басына қарай ойланып бара жатыр. Кеңсай моласы тым үлкен, бел асып тау етегімен жоғары көтерілген. Бөлек бір әлем, бөлек бір қала. Бұл кісі оның туған анасы емес. Бірақ оған ана бола білген жан. 16 жыл сырласы, мұңдасы және ақылшысы болды. Ақылды, ұстамды және ақылшысы болды. Жан-жақты сауатты, көзі ашық, көкірегі ояу жан еді. Олар 2-3 айда бір рет сирек кездесіп жүрді. Жұмысына іздеп келгенде Жайнагүлде уақытын бөліп, бірге біраз серуендеп, шағын кафеден астанып, көп нәрсені әңгіме етіп, сосын қимай қоштасатын. Роза апай әрдайым кетерінде жылы құшағына басып, емірене иіскеп, аздап толқып, толқынысын жасырып, арқасынан сипалап қоштасатын. Кейде үйіне шақыратын. Жайнагүл барғанда өз қолымен ас әзірлеп, түрлерер дәмді тәмтілерді деп өзі пісіріп қоятын. Дәл бүгін кіші ұлының туған күні еді. Осы күнді көзінің тірісінде талай бірге өткізген. Енді бұл күн Роза Алтайқызының өмірден озған күні. Төлен мен анасының үйінде алғаш кездескендері есіне түсті. Сол күнгі әңгіме жатталып қалған. Одан кейін неше мәрте кездессе де, сол күндегідей сөйлеспеген еді. Роза апай екеуі Кеңсай тау бөктерінде серуендейтін. Төбеден Алматыға қарап ойға кететін. Ұлы 2 сағаттай қастарында болып, сосын кетіп қалатын. Ол жұмыс басты оның туылған күніне деген бөлек жоспары бар. Қала алмайтын, қимаса да амалы жоқ кететін.
Оның үстіне Жайнагүлдің жанында болса жақсы көріп қалғанын анасы байқап қалама деп сескенетін де. Қимай тұрса да кешірім сұрап, анасының бетінен, қолынан бірнеше рет сүйіп кетіп қалатын. Негізінде кетпей тағы да 2 сағаттай сырттарынан бақылап қарап жүретін. Олар болса біраз уақыт әңгімелесіп, кеш бата Жайнагүл үйіне қайтатын. Ол қайтатын таксиді Төлен даярлап қоятын еді. Роза апайдың жолдасы суық адам жұмыс басты үйде бола бермейтін. Екі ұлы баяғыда жеке үй болып өз балалы шағаларымен, жұмыстарымен жүрген жандар. 6 немересі бар болса да немерелері жиі келе бермейтін. Ұлдарының үлкені әкесіне ұқсаған суық өте дөрекі, сүйкімсіз адам. Өмірі жылы сөйлемейді, зіркілдеп жауып қататын. Төлен анасын қатты жақсы көретін, тым жақын, аялап жылы сөйлейтін. Анасы да еркелетіп сырласатын еді. Төленде жұмыс басты Астанаға көшкеніне де талай жыл болған. Ол анасына уақыт тауып жиі келіп тұратын. Тек жалғыз кететін. Дана келін болып түскен кезде 5 күнде Роза апаймен бірге тұрды да, содан кейін аяқ басқан емес. Осынша жылда санаулы күндер ғана амалының жоғынан 1 сағатқа Төленмен бірге келген болмаса, өзі іздеп, хал сұрасып келген емес. Тіпті хал сұрасып телефон шалғанда емес. Роза Алтайқызы да Данаға бауыр баса алмады. Бірінші ұл немересі туылғанда қуаныштан жарылардай болып, қастарына қамқорлық жасамақ болып барғанда, Роза Алтаевна, сіз әуре болмай-ақ қойыңыз. Міне, өте мықты өз мамандығының шебері, сауатты, білімді күтуші бар. Қазір баланы мүлдем басқа методикамен қарайды. Сондықтан шаршамай үйіңізге қайта беріңіз деген. Содан кейін Роза апай жоламаған еді. Төлен сирек болса да ұлын кішірек кезінде әкеліп жүрді. Мектепке барған соң немересінің келуі тоқтаған еді. Үлкен келіні біраз жыл бірге тұрды, сосын оларда бөлек кеткенде балаларды тек мерекеге әкеліп, алып кететін. Жайнагүлмен сөйлесіп отырып кейде Роза Алтайқызы, келіндерімді арқына жіберемін деп қателік жасаппын. Ең бастысы ұлым бақытты болсыншы, өзара тату болсыншы деп жүріп немерелерінен алыстап қалғанымды кеш түсіндім, деген еді. Жайнагүл ойланып қалған болатын. Ұлдары есейгенде анасын неге тез ұмытады екен деп жүрегі шыншыған. Жайнагүлдің қорғаушысы Төлен екенін апай жақсы білсе де, ол туралы жақ ашпайтын. Сөз қылып араласпады. Жайнагүл де сөз қылмай анасындай жақын тартып бауыр басты. 16 жыл аз уақыт емес, талай жағдайларда болды. Үлкен ұл мен ағайдың қатыгез мінезіне еріксіз бірнеше рет куәгер болып та қалғаны бар. Жайнагүл үйлеріне келгенде ағай бір жаққа кетіп қалатын. Секіп сөйлегеніне жүрегі ауыратын. Апай болса Жайнагүлден қысылып шымайып қоятын. Роза Алтайқызы Жайнагүлмен бірге отырып, альбом қарағанды жақсы көретін. Сонау өзінің балалық шағынан бастап оқушы кезі, студенттік өмірі, отбасын құрған кезі, ана болған бақытты сәттері, екі ұлының балалық шағы, солармен өткізген бақытты күндерін ғана қайталап қарап, сол кезде оймен барып бақытқа бөлінетін. Сол кездері толқынысқа толып отырып әңгімелерін әңгімелеп беретін. Олдары ер жетіп, отбасылы болған кезден бұлай қарайғы өмірі апайға қызық емес. Тіпті ауырма, айтқысы да, фотоларында көрсеткісі де келмейтін. Роза Алтайқызы қазақ тілінде сауатты сөйлейтін. Көпшілік арасында шала қазақ болады алатын, шие көпшілікке шыға бермейтін. Роза апай қарапайым елмен араласқанды жақсы көретін. Жайнагүлді өзіне ұқсататын, Төленде Жайнагүлдің сол ұқсастықты көретін. Үйлерінде қонақ бөлмеде ілулі тұрған үлкен портретті алғаш көргенде Жайнагүл ойланып қалған еді. Ол портретте Роза Алтайқызы шамамен 30-31-де. Жайнагүл портретке қарап ойланып қалғанда апай иығынан құшақтап, өзіңе ұқсаттың ба? Сені алғаш көргенімде құдайым-ау, мына қыз менің жастық шағым ғой дегенмін деді. Жайнагүл басын изеп келіскенін білдірді. Соңғы жылдары ол кісіде Жайнагүлде науқастанып жүздесе алмай қалған болатын. 2020 жылы жаз мезгілі. Түске жақын Төлен келіп, Жайнагүлді ауруханадан анасының үйіне алып барған. Жаман індеттің әлемді жаулап тұрған кезі, маска тағып беті қолымызды залалсыздандырып жүрген кез. Жайнагүл үйге кіргенде Роза Алтайқызы жүріп жүреді.
Ол кісінің жанында Жайнагүлдің халі нашар еді. Ол демігіп жүре алмайтын, кездесуге қысылып, ырсылдап, әлсіреп, тым қатты азып сөйлеуге шамасы жоқ қалде еді. Аяқтары дірілдеп мүлдем жүруден қалған. Бір түрлі жағымсыз иіс шығып, жүрекке донор табылмай қиналып жүрген кезең еді. Жайнагүлді арнайы коляскаға салып үйге кіргізді. Роза апай көре салып жылап жіберді. Жайнагүл қиналса да орнынан тұрып амандасуды жөн көрді. Коляскаға тіреле қолдары дірілдеп, орнынан тұрды. Апай бас салды. Сен жазыласың. Жазылуың керек, бұлай болмайды. Бұлай болуды дұрыс емес, келші шырағым, келе ғой деп. Бауырына баса құшақтап, маңдайынан сүйіп, шашынан сипалады. Қорғаушы көмектесіп коляскаға қайта отырғызды. Апай ары диванға отырып Жайнагүлді жанына жақын әкелуін өтінді. Төлен жақындатты да, анасына жақын отырып иығынан құшақтады. Жайнагүл олардың жанашыры кезеріне қарай алмай, көзін жұмды. Дертіңді мен алып кетейін. Сенің жолында құрбан болайын. Сен әлі жассың, сенің көрер жақсылығың алда. Дертің маған ауып, саған шипа қонсын. Мен ұзақ өмір сүрдім, көп жақсылық көрдім. Дәл сені алдыма салып, алып кете алмаймын. Құрбаным болайын шырағым, дегенді нақты айтып еді. Жайнагүл болса басын шайқап келіспей, ол кісінің де аман сау болуын тілеген болатын. Сөйлескендерінен жылағандары көп болып, 15-20 минуттай отырып ауруханаға қайтқан. Ертеңіне дәл бір тәулік өткенде 83 жасында сағат түскі 2-ден өте Роза Алтайқызы қайтыс болды. Төленнің өзі Жайнагүлге келіп хабар айтты. Жайнагүл егіліп ұзақ жылап, сосын талып кетіп қалды. Дәрігерлер Төленді шығарып, жіберіп, ем-домдарын жасаған. Сол кезде дәлізде тұрған Төлен, анашым, мен алдыма салып алып кетпеймін, деп едің ғой, анашым. Жайнагүлді қалдырып кетші, анашым. Екеуіңнен бірдей айырылсам мен қалай өмір сүремін деп жылаған. Дәрігерлер Жайнагүлмен 2 сағаттан артық алысып, ауыр болса да бір қалыпқа түсіріп, өф деп сыртқа шықты. Сіз науқасты өлтіре жаздадыңыз, ондай хабарды неге бірден айттыңыз? Неге бізбен ақылдаспадыңыз? Науқас қаншалықты ауыр халде екенін неге түсінбейсіз? Біз құдай емеспіз, Төлен Асанұлы. Біз тек көмектесушіміз. Сіз науқасты аямасаңыз, біз қалай құтқара аламыз? Әрдайым құтқар дейсіз тағы, айта салғаныңыз дұрыс болмады деп ұрса сөйлеген. Бұндай ана өмірде жоқ, бөтен жан өмірі үшін өзін құрбандыққа шалды. Аллам тілеуін берді, жаратқан. Роза Алтайқызының жаны жаннатта болсын деп, Жайнагүл іштей сыбырлап еді. Өз анасы қайтыс болғандай қиналып қалды. Төлен анасын қатты жақсы көруші еді. Аллам оған бұл қайғысын көтерер күш берді, деп те сыбырлаған. Төленді кіргізбей дәрігерлер қайтарып жібергенін де түсінген. Төлен дәрігер алдында қателігін мойындап, кешірім де сұраған. Ол анасынан айрылғандағы қайғысын тек Жайнагүлмен бөліссе жеңіл болады деп, тек өз жай күйін ойлағанына өкінген еді. Роза апай расымен де Жайнагүлдің дертін алып кетті. Араға 3 ай салмай донор табылып, ота жасалды. Жайнагүл дертінен жазылды, жақсы адамның ниеті қабыл болды ма екен. Осыларды ойлаған Жайнагүл Роза Алтайқызының қабіріне де жетті. Апайдың мүрдесі биік, төбенің қалаға қараған жерінде жеке орналасқан. Әдемі қоршау қымбат тас, кермет безендірілген. Белгі тасына алтын әріппен аты жөні жазылған. Астына Жайнагүл шығарған 4 жол қимастық қоштасу өлең жолдары бар. Төлен өтініп жазғызып алған болатын. Төмпешікке жақындап тізерлеп отырып Жайнагүл білетін Құранын бағыштап оқыды. Аяқталуына аз қалғанда қорғаушының келгенін сезді. Құранды толық аяқтап, бата жасап бетін сипап, топырағын көтеріп, қайта сеуіп артына қарады. Төлен жүресінен отырған екен бетін сипап. Орнынан тұрды. Жалғыз өзі тұр, қарапайым киінген, басына кепканы басып киіпті. Төмен қарап тұр. Кепкадан көзі Жайнагүлге көрінбейді. Жайнагүл қоршаудан шығып, оған қарама қарсы келді. Ол басын көтермей тұр. 2 жылдан астам уақыт көріспей. Кездескен жер аналарының басы. Жайнагүл Төленнің жүзіне қарай алмай тұрғанын түсінді.
Сәлеметсіз бе? Жасар амал, дұға тілегіңіз қабыл болсын деп, қақпаға кірер жолды босатты. Төлен сәл басын изеді, бетіне қарамады, амандаспады. Жайнагүл аратаман арнайы жасалған бәсеткаға барды. Төленді сыртынан қарап отыр. Кездесіп қалғанына таң қалмады, кездесетінін сезген, күткенде. Төлен Құран оқи алмайды, анасымен тек әңгімелескендей болады. Біраз уақыт тасты сепалап, топырағын көтеріп, сөйлеп отырып. Анашым, бағана осы жерге келерде қасымдағыларға асықпай келіңдер деп бұйырып, Жайнагүлдің осы жерде екенін сезе асаға басып келіп едім. Бір уыс болып, басыңды күбірлеп, Құранын оқып отырғанын көргеннен, жүрегім атша тулап, бас салып құшақтап көтеріп алғым келіп кетті. Жастарым тоқтамай ағып, өзімді әрең ұстап ақырын отырдым. Оның мені сезіп қалғанын да білдім. Тамағыма өксік тығылып абандаса да, көзіне қарайды алмадым. Анашым, қарашы. Жайнагүлім келіпті. Ол сені де, мені де ұмытпапты. Анашым, ол жылда келеді, мен білемін. Мен болсам 2 жыл келмедім, сен мені кешір. Анашым, мен оны қатты сағынып жүредім. Анашым, сен ренжіме, сені де сағынып жүрмін. Сені көре алмайтыныма, өз мекеніңе бардың ғой деп көнгем. Ол заңдылық деп ұққанмын. Ал мына өмірде бар адамды көрмеу, қайда жүргенін біле тұра бара алмау өте қиын азап екен. Анашым, ол да дәл мен сияқты азаптанып жүргенін мен сеземін. Ол да мені сағынады. Бағана даусын естідің бе? Ол қандай жылы дауыспен амандасты. Анашым, мен оны көргім келгені соншалық. Қазір көріп тұрмын, көзіме сенбей тұрмын. Ол да не маған қарап өз сағынышын басып отыр. Көзін алмай күлімдеп қарайды. Анашым, Жайнагүлім маған қарағанда батыл екен. Ол тіл қатты. Мен болсам, сөйлей алмадым ғой. Анашым, сен ренжіме. Мен Жайнагүлімді зарықтырмай қасына барайын деп, орнынан тұрып, Жайнагүлге қарай келе жатты. Жайнагүл орнынан тұрып бесігіткадан сыртқа шығып оған қарап тұрды. Ол жақындағанда қолын созып амандасты. Төлен 2 қолымен тез амандасты, Жайнагүлде 2-ші қолымен қолын қыса ұстап еді. Төлен қолын тез жіберіп, бауырына тарта құшақтап, қаттырақ қысты. Үнсіздік, тек жылдам соққан жүрек қағысы терең демалыс. Басына тақап, бауырына баса жабысып тұр. Қатты қыспаса да барынша жақын, жабыса кеудесіне басады. Жайнагүлден әжептер ұзын Төлен сайлау жерде тұрғандықтан кеудесін тақаса, беттері тисе құшақтасып тұр. Жайнагүл еркіне көнсе қанша уақыт тұрары белгісіз еді. Жағдайыңыз жақсы ма? Бүгінгі ниетіңіз қабыл болсын, деді Жайнагүл жылы дауыспен. Төлен құшағын сәл босатып, көзіне үнсіз қарады. Бір тамшы жас ағып кетті, шашынан иіскеп, сосын анасының мүрдесіне ойлана қарады. Жайнагүл беседкаға кіруін ымдап жол беріп еді. Ол үнсіз беседка ішіне кірді. Қалың жақсы ма? Келіпсің, келіп жүрсің, рахмет, деді. Жайнагүл сәл жымиып, көзін жұмды. Беседкадағы орындыққа қатарласып отырды. Осынша жылда Төленде, Жайнагүлде сұраққа жауап бермей, тек көзбен жасап, қайта сұрақ қойды. Жауап бермесе де бірін-бірі түсінеді. Дәл қазірде сондай жауаптар болды. Балаларың жақсы ма? Кенже қалай? Үлкен азамат болған шығар. Как он? Деді, көзі күлімдеп. Жақсы, ер жетіп қалды. Деп сөзін аяқтай алмады. Төлен қолын алып, сыртынан сүйді. Сағынғаныма, я так соскучился, сильно скучаю, деді. Шытыны, ерінің қолына жабыстыра ұзақ сүйіп отырып. Жайнагүл Төленнің жүзін жауып тұрған, басып киіп алған кепкасын ақырын шешті. Жанары ары-бері жүріп, көзіне кезек-кезек қарады. Тым жақын отыр еді, ол да Жайнагүлдің орамалын шешті де, шашынан сипалап, иығынан құшақтап өзіне тартты. Кеудесіне басын қойып, жайғана демалып, Жайнагүл отыр. Бір қолы оның алақанында, иығынан сипалап, ол да баяу демалып отыр. Шашынан иіскеп отырған Жайнагүл сезіп отыр. Жайнагүл ештеңе ойлағысы келмейді. Қапсыра құшақтағысы келіп ақтыр. Жоқ, олай құшақтауға болмайды, дейді іште.
үнсіз отыр. Төлен Жайнагүлдің шашын құшырлана иіскеп аймалағысы сүйгісі келіп тұрса да, осы сәтке риза болып, өзін әрең тежеп отыр. Жылдар өтпегендей, осылай отырулары тиіс сияқты сағыныштарын баса алмай үнсіз отыр. Ересек жандар болса да кеуделерінде тас, тамақтарында өксік. Жайнагүл күлімдеп, Төленнің жүзіне қарап, «Туылған күніңіз құтты болсын», деді. Туылған күні екені есіне түсіп, негізінде бетінен сүйгісі келіп ақтыр. Ол сәл еңкейгенде болды. Төленнің де ойы Жайнагүл ең құрғанда бетінен сүйсе деген еді. Жайнагүл сезіп олай жасай алмады. Екі қолымен бетінен ұстап, қастарынан сипалап, «Бар арман тілегіңіз орындалсын. Алламның берер сыйы денсаулық болсын. Аман жүріңіз. Ұзақ жасаңыз», деді. Төлен терең күрсініп, маңдайынан сүйді. «Өз денсаулығың жақсы ма?» деді қайта құшақтап. Жайнагүл Төленнің кеудесіне басын қойып отырып, «Жақсы», деп қысқа жауап берді. Сөз бітіп, сұрақтар бітіп қалғандай, тек үнсіздікпен құшақтасып отыр. Ол құшақтап отыр, Жайнагүл бір уыс болып құшағына кіріп отыр. «Жалғыз жүр екенсің», деді сөзін аяқтамай, Жайнагүл тек басын изеді. «Рахмет. Айтарға сөз жоқ. Мен келуге тиіс едім ғой. Жылда келіп жүрмін, Роза Алтай қызын сағынамын. Жаным аман болса келемін ғой», дейді іштей. Төленде Жайнагүлдің анасын қатты жақсы көргенін біледі. Сағынатынын да сезеді. Ауырып қалмаса міндетті түрде келетінін де біледі. «Рахмет», деді тағы да күрсіне даусын созып. «Мен келуге тиіспін. 2 жыл қатар келгенімде сіз болмадыңыз», деді. 2 жыл. Сөз жоқ, тек күрсінді де қыса құшақтады. «Келе алмадым ғой, келе алмадым. Сен келеді деп емес, өзім келе алмадым. Сенен тірідей, анамнан өлідей айырылу өте ауыр болды», деді іштей. «Төмендегі шайханаға бармаймын, осы жерден қайтамын», деді, қолынан сипалап. Бұрындары осы жерде кездесіп қалса шайханада шай ішіп, Жайнагүл пісірген шелпекпен жейтін. Жайнагүл ол жылдары жалғыз келмейтін. Ұлдарының бірін ертіп келіп, ұлдарына Құран оқытатын. Пісірген шелпегін шайханаға апарып бәріне тарататын. Төлен Жайнагүлдің келетінін біліп, әдейі дәлме-дәл келуші еді. Сол кез есіне түсіп, Төлен үндеген жоқ. Жайнагүл қозғалып еді, құшағын босатты. Сөмкесінен пакетке салынған шелпекпен құймақты шығарды. Қасы дір етіп, Төлен пакетке жылдам қолын созды. Тамағына өксік тығылды, Жайнагүл сөз айтпай пакетті ұсынды. Төлен пакетті ашып жіберіп, бір шелпекті суырып алды да тез аузына тыққыштай жеді. Көздерінен жастары ағып кетсе де күліп тамсанып жеп отыр. Әсте бір аш адам сияқты қомағайлана бір шелпекті тауысып жеп бітірді. Жайнагүл салфеткамен су ұсынды. Қолын сүртіп, аузының жан-жағын сүртіп, пакетке қайта үңіле қарап, құймақтың біреуін шығарып жеді. «Суырттасаңыз», деп бөтелкенің аузын ашты. Ол басын шайқап, құймақты аузына тыққыштай жеп, тағы біреуін шығарып дәл солай жеді. Анасына деген сағыныш, өмірге деген өкпе, Жайнагүлге деген көңілі қысып барады. Тым ауыр. Дәл алдында тұрған сүйіктісін сүй алмайды. Аймалай алмайды, іші өртеніп, шарасыздықтан жарылардай, сағынышы сыртына шығып, бой бермей барады. Мына тағамдармен тыққыштап, тұмшалағысы келеді. Жайнагүл орнынан ұшып тұрып, дәл алдына барып, бас салып құшақтады. Төлен егіліп жылап жіберді. Тоқтамай жылады. Белінен құшақтап алып таусыла жылады. Ол жылаңқы емес еді, өкініш жасы, сағыныш жасы. Түсіну, сезіну оңай емес. «Сіз мықтысыз, анаңызға осалдығыңызды көрсеткеніңіз дұрыс болмады», деді шашынан сипалап. Сөз жоқ, тек белінен құшақтай басын кеудесіне қойып жылап отыр. Жайнагүлде айтар сөз жоқ, жастары ағып, ол да қиналып тұр. Басынан сипалай құшақтап, не ойларын білмейді. Құшағын жай аймалап, тоқтаусыз ұзақ сүйгіштеп басу айтқысы келеді. Бірақ олай істей алмайды. Төлен Жайнагүлді белінен құшақтап, кеудесіне басын қойып тұрып, оның дәл өзіндей қиналып тұрғанын сезді. Еркек басымен осалдық танытқанына қысылып та қалды. Жайнагүлдің де жылап серкілдеп тұрғанын сезген соң басылды. Қалтасынан бет орамалын алып бетін сүртті. Бір қолымен белінен әлі құшақтап тұр.
Төмен жақтан Жайнагүлге біреулер көрінді. Мұқият қараса ағаш арасынан оқ қағар екі жігіт екен. Сізге келді деді. Төлен жалт қарап екі жігітті көрді, мейірімді көзбен Жайнагүл жүзіне қарап құшақтай орнынан тұрды. Сен күтініп жүремін деп уәде берші. Өтініш, өзіңді күт. Өзіңді тастап қойма деді. Мен сені қатты сүйемін. Өмірім менің, арманым, жаным деді де. Басынан ұстап кезек-кезек екі бетінен көзінен сүйіп. Сәл бөгілді. Жанары дірілдеп көздеріне қарап тұрды да ыстық ернін еріне тигізді. Жайнагүл селк етіп басын тартып алды. Есіңізді жиыңыз. Бұл жер сүйісетін жер емес дегенді тез айтты да құшағынан шығып, екі адым алыстап та кетті. Өн бойы өртеніп сондай жаман күйге түсті. Төлен көзінен, бетінен сүйгенінде бір сәт өзіне ие бола алмай сәл балқығандай болды. Сол нәрсеге ашуы келді, шоши артқа шегініп, беседка есігіне барды. Төлен бетін шапалақтап, басын сілкей шайқап, кепкасын басып киді. Жайнагүл де орамалын басына тартты. Шайханаға деп сұраулы көзбен қарап тұр. Бара алмаймын. Кіммен қайтасың? Мене таксиде келді. Деп хабарламаны көрсетіп, беседкадан шығуға беттеді. Төлен шертпекпен құймақ салынған пакетті ұстаған күйі қозғалмай тұр. Өзі жасаған әрекетінен есі ауып, өзіне ие бола алмағанына күйініп тұрса да сүйгеніне риза болып, кеудесіндегі тас түйінің шеті босағандай күй кешуде. Аз ғана тиген Жайнагүл ерні әлі ерніне тиіп тұрғандай. Шымсақ беті көздерін бірнеше рет емес, 1000 рет сүйгендей, бірақ құмары қанбағандай әсерде болды. Осы жағдай шын болды ма? Мен Жайнагүлімді шын сүйдім бе? Деп те ойлап дәл алдында кетуге асығып тұрған сүйіктісін қимай тұр. Қозғалса Жайнагүл жүгіріп қашып кететіндей көрінді. Келгеніңе рахмет, деді батылдау дауыспен. Аман болыңыз, міндетті түрде Құран оқытыңыз, деді анасы жақты көзімен көрсетіп. Иә, әне өздері де келді, деп 3 адамды көзімен көрсетті. Орыннан қозғалып беседкадан шықты. Мен барайын, сау болыңыз. Бүгін қайтасыз ба? Неге сұраған өзі білмейді. Қимай келеді, кеткісі келмесе де кетіп барады. Иә, осы жерден прямо самолетқа тартам, деп шарты жол қатарласа ілесе жүрді. Жолыңыз болсын. Сен мені кешір. Я, что-то, это было. Кешір, деді қолынан ақырын ұстап. Бәрі дұрыс, аман жүріңіз. Өмірдегі қиыншылық сынақ екенін ұмытпаңыз. Тағы да туылған күніңіз құтты болсын. Төлен басын изеп сәл жымиды. Жайнагүлдің түк болмағандай өзін еркін ұстап келе жатқаны тулаған жүрегін басты. Сен де есейіп кетіпсің. Алғаш кездескенде сөз айтқаныма жылап қашып едің, деп сол бір кез көз алдынан өте шықты. Көздері топ-томалақ болып бағанағы мұң жоқ болғандай көрінді. Рахмет. Жақсы, келгеніңе рахмет. Мен қуаныштымын. Көрдім, өте қуаныштымын. Рахмет, береги себе. Сені көру. Вот увидел. Я рад, любовь моя, милая, береги себе. Рахмет. Толқығанынан ойын жеткізе алмай орысша араластырып сөйледі. Даусында қайта діріл бар. Жайнагүл телефонына қарап, көлік қақпа алдына жақындап қалғанын көрді. Мен кеттім, сізге де рахмет. Жақсы, аман болыңыз. Көлік қақпа алдында тұр, кетейін деді қимай. Төлен қайта қолынан сүйді де жіберіп, тез бұрылып асығыс анасының қабіріне қарай беттеді. Жайнагүл жүгіре басып қақпаға беттеді. Артына жалтақтап қарай алмады, керек болсам тоқтатар деп кетіп барады. Төлен де тез-тез анасының моласына асықты. Жайнагүлмен тағы да біраз тұрса, іштегі неше жылғы сағыныш вулканша атылып, өзін баса алмайтынын сезді. Жайнагүлдің езіліп, ырқына көнетінін де сезді. Өзін тежеді. Былғамайын, азаптамайын. Онсыз да азап арқалатып жібердім. Бағанағы сүйістің өзі де періштеме ауыр болды деп. Қайта бұрылып қарамады, тоқтатпады. Тамағына өксік тығылып Жайнагүл жылап жіберді. Молалар арасындағы бұрылыс, қиылыстардан шатасып, шығар жолынан адасып қалып, мүрделер ортасында тұрып қалды. Шығар жол іздеп, мүрде ішінде сандалып жүр. Ойын жинақтай алмай, тіптен адасты. Мені сүйді, неге сүйді? Неге сүйгіздің?
Жаным-ау, ауа жетпей кетті ме? Не болып кетті? Жүрегім тынышталшы, деп өзін-өзі ұрысты. Тамағы құрғап кетті. Суында сол жерге қалдырып кетіпті. Бағана жай ғана тыныш молалар еді. Енді үрей шақырып, осы жерде мәңгіге қалып қоятындай қорқыныш береді. Шайнагүл, сен қара бетсің. Сен ар дегенді ұмытыпсың. Ол адаммен неге құшақтасасың? Сен оның сезімін білмеуші ме едің? Сүйісетін болыпсың, масқара, тазалығың қайда қалды? Жүрдесе төсектесте боласың ба, қара бет, деп өзіне ұрсып, тіпті бетінен оңдыртпай ашта салып жіберді. Бірі үлкен, бірі кіші мазарлар, қоршауы қирап үңірейген молалар, жазуы өшіп қисайған белгілер, шарқыратып аспан тірердей биік көтерілген күмбездер сәресін ұшырды. Бақырып жылап алды да, сәл тынышталып, жан-жағын зерттей қарады. Анау ағаш, сол ағаштың қасында арық болу керек. Сосын мен кететін жол болады, деп таныс ағашқа асыға беттеді. Теріс беткейіне өтіп кетіпті. Ағашқа жете салу оңай болған жоқ. Тіке жол жоқ, мүрделер қаптап тұр. Арасында жол жоқ, қурай тікен басып кеткен. Аттап-пұттап құлап, сүрініп үстіне тікен жабысып, жылап жүріп, ағаш қасына әуетіп, әрең дегенде таныс жерге жетті. Арықты жағалай жолды тапты да молаларда сыртқа шықты. Не деген қорқынышты жер еді. Шақырған такси тұр екен. Бұлақтап, ағып жатқан суға беті қолын жуып, біраз ішіп, үстін қағып, тікенегін тазалап, сосын көлікке отырды. Әрі қарай ауыр күйзеліспен ой шырмауында кетіп барады. Сол сүйісудің не керегі бар еді? Оның мақсаты не болды? Азапта болса мен күйіне азаптанып отырмын. Жанымды қайда қояйын? Ол кісіге не болды? Бұндай қылығы жоқ еді ғой. Осылай боларын сезіп еді қап, ол да азаптанып қалды. Енді маған бұл жерге келуге болмайды. Роза Алтайқызы, мені кешіріңіз. Енді мен келмеймін. Құранымды үйде отырып бағыштап, тыныш отырамын. Төлен анасының басында Құран оқытып отырып, жаным, Шайнагүлім, азапты арқалатып жібердім, кешірші деді. Неге оққағарға шығарып сал демедім? Оның жаны қиналғандай сезіндім ғой, деп іштей айтып, көлігіне беттеді. Жылда имаммен беседкада біраз әңгімелесіп, әрдайым анасына Құран бағыштауын өтініп, қолына қомақты ақша ұстататын. Бұл жолы олай жасамады, бәрін ұмытты. Шайнагүлді ойлап отырып, не оқылды, қалай оқылды, мән бермеді. Кездесіп қалар жеріміз осы жер екенін біліп едім. Шайнагүлім анамның басына қайтқан күні келетінін білуші едім. Енді ол бұл жерге келмейтіндей болып кеттің ау. Мен жақсылап үркіттім. Бір сәт қайда тұрғанымды ұмытып, тұңғиық көзіне батып, аймалап сүйгіштеп кеттім. Сүйе берер едім, есіңізді жейіңіз, бұл жер сүйісетін жер емес дегенде есімді жейдім. Есіңе балқып, қалықтап ұшып та кетіп едім. Топ етіп мүрделер ортасына түстім. Өте өкінішті. Енді біз қашан кездесер екеміз? Аман жүрші. Алыста жүрсең де сен маған керексің деп ұшаққа отырды. Шайнагүл енді еш уақытта кездеспеуге өзіне уәде берді. Бұндай кездесулер неге апаратынын жақсы түсінді. 25 жыл сезім күшімен алысып, өзін ұстайтын Төленде бұрынғыдай ұстамдылықтың жоқ екенін түсінді. Енді кездессе тек ластанатын ұқты. Жоқ, арым сезімнің, махаббатымның садағасы болсын. Төленмен бұл жолы мәңгіге қоштастым деді. Ұшақтан төмен қарап Төленде, қымбаттым, мені кешір. Бізге кездесуге болмайды екен. Мен сені ластайды екенмін. Ақ періште күйіңде қалғаның дұрыс деді. Құдіретте сезім күшімен құрметпен қоштасып, екеуі де өмір сапарларына жол тартты. Тірідей қоштасу деген осы. Оқиға осымен аяқталды. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Әрбір жасаған жақсылықтарыңыз Алла сіздерге еселеп, мың еселеп қайтарсын дегім келеді.